Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Нұр-Отан, Қазақстан халық партиясы және Ақжол партиялары мәжіліске қайта сайланса, Адал және ауыл партиялары үштікке енбей қалды. Ал көбірек дауыс жинаған алғашқы үштік парламент құрамына еніп 7% барьерден өтті. Хаттамаға сай 11.919.241 еліміздегі азамат сайлауға қатысуға құқылы болған. Бірақ қатысқандардың саны 7.241.562. Мен қатысқанда бір санға артып 7.241.563-ке көбейетін еді. Мен қатысқан жоқпын. Хотя вряд ли бір нәрсе шешеді менің даусым. Нұрлы пистолет дейді бұны. Кстати, бұрынғы президентіміз де сайлауға қатысып өз дауысын берген екен. Я выбираю. Атамыз кімге бердікен, а? Кімге бердікен? Халық партиясы, әлде Ақжол? Қиын сұрақ. Кеше, яғни 12 қаңтар күні, халқымыздың көрнекті тұлғасы, қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың туғанына 109 жыл болды. Есіміңіз мәңгі есте, Димаш Ахметұлы. Ескерткішті мына сізге орнату керек еді. Бірақ 1978 жылы өзінің тірі кезінде Алматыда мүсіні орнатылыпты дегенде ақпарат бар. Все хорошо. Тағы бір саяси жаңалық. Елбасыға ескерткіш қоюды ұсынған 25 жасар жігіт депутат атанды. Естеріңізде ме? Былтыр Алматыдағы конференциялардың бірінде Жасотан жастар қанатының Алматыдағы төрағасы Мади Ахметов елбасыға ескерткіш орнату керек деген ұсыныс айтқан болатын. Нұр-Отан партиясы атынан депутат болғандардың қатарында дәл сол Мади Ахметов те бар. Жасы небәрі 25-те, 95 жылғы. Тот самый әке-шешеміздің жұрттың баласы деп айтатын осы. Немаус Алматыда жоқ Тоқаевтың ескерткіші. Бала Савал жүрме, Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл бетпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл бетпен сөз